Бүгінгі видеода Печа Куча презентациясы жайында талқылаймыз. Печа Куча презентациясы дегеніміз не? Және Печа Куча презентациясын геологиялық конференцияларда қалай қолдануға болады және оның пайдасы қандай? Печа Куча.com сайтына кіреміз. Ол үшін Печа Куча презентациясының негізгі бір ғана ережесі бар. Ол 20-20. 20 слайд және 20 секунд. Бір слайдқа 20 секунд беріледі. Яғни бұл Печа Кучаның артықшылығы белгілі бір конференцияларда сіздерге бір уақыт регламентін береді. Ол уақыт регламенті 5 минуттық, 10 минуттық презентацияға негіздейді. Сол кездері осы 20-20 Печа Куча презентациясының көмегімен сіз өз презентацияңыздағы идеяңызды, ойларыңызды осы сол уақыт деңгейінде сіз қамти аласыз. Негізгі шағын тарихын айтатын болсақ, Печа Куча Токиода алғаш рет қолданылған, бірақ кейін әлемдік деңгейде европалық Астрид Клиан мен Марк Гиттон деген екі архитекторлар ары қарай өрлетіп дамытты. Қазіргі таңда 140-тан астам мемлекеттерде қолданады, 1200-ден астам қалаларда қолданысқа ие. Печа Куча ол көптеген жиындарда, мектептерде және бизнес идеяларда, бизнес презентацияларда осы Печа Куча әдісін қолданады. Ол үшін мен сіздерге қазір шағын өзім қолданған тәжірибемен бөлісемін. Ол үшін мен қазір логинге кіремін Facebook арқылы. Содан осы жерден біз My Presentation қарастырайық. 12 ноябрьде бір конференция, геологиялық конференция болған. Сол конференцияда жаңағы 2 минуттық introduction жасау қажет болған. Сол 2 минуттық introduction'да мен өзімнің осы Печа Куча презентациясын арқылы өзімнің презентацияны жасап шығардым. Ол үшін сіздерге мен қосып берейін. Hello everyone, my name is Medet. I'm a student of Mishkos University and I'm a representative of Kazakhstan. It is a pleasure to join this DigiEduHack 2020. The main important task to join this challenge is to understand how we can use virtual geological field trip in black shale formation, which is related to ore deposits. In case study, we have two mineral deposits. The first is the Western Medshek, which is based on uranium ore deposits, and we have 8 samples. The second case study is Bakurtshek, which is based on gold ore deposit, and in this case we have 6 samples. All samples from both ore deposits have analyzed in organic materials and sulfide ore minerals. Our task to extract gold and platinum elements from organic matrix and from pyrite and arsenopyrite. We extracted gold, platinum, palladium elements after acid dissolutions from organic fractions and from lattices of pyrite and arsenopyrite. The gold contained ranges of both ore deposits from 3 to 4 ppm in average. We have a preliminary genetic model for the two mineral deposits, which is concentrated gold in bitumen by hydrothermal system. In conclusion, we wanted to demonstrate our preparations for doing a geological exploration field trip in virtual reality. Бұл презентацияда 1 минут 40 секунд қолдандым. Сол конференцияның жаңағы 2 минуттық регламентін мен қамти алдым. Яғни бүкіл өзім негізгі ойымды жеткізе алдым осы презентацияның көмегімен. Осындай презентацияны сіздер қалай жасай аласыздар? Сонымен сіздерге қысқаша көрсетейін. Сіз Create Presentation опциясын басасыз. Негізгі презентация жасау үшін 3 кезектен тұрады. Біріншісі сипаттамасы, екіншісі суреттер, үшіншісі аудио. Яғни біріншісі description, сипаттамасына біз тақырып береміз. Мысалы мен қазірше жүйе-білім деп жазайын. Сосын қысқаша сипаттамасы осы өзіңіздің презентация жайыңызда мен жаңағыда YouTube деп қояйын. Уақыт регламент ретінде презентация жасау керектігі осында көрсетесіз. Егер сіз 6 минуттық презентация жасауыңыз керек болатын болса, онда 20-20 қолданасыз. Егер 40 секундтық презентация керек болса 5-5, 1 минуттық презентация керек болса, онда 10-10 қолданасыз. Яғни 10 слайд, 10 секунд. Ал 3 минуттық презентацияға онда 20.
30 секундтық презентацияға 1:20, яғни бір слайд 20 секунд. Мен қазірше 1:20-ны қолданам. Комментарий керек болса иә дейсіз, жоқ болса мен қазірше жоқ деп қояйын. Категориясын қарастырасыз. Мен қазір оны education деп терейін. Одан келесі этап save and next басамыз. Сосын осы жерден суреттеріңізді қоясыз, яғни екінші кезек. Бір слайдқа мен қазірше бір сурет қоям. Енді келесі кезек біз енді save and next басамыз. Қазірше ол uploaded. Келесі соңғы кезек ол аудио. Осы жерден сіз өзіңіздің аудио рекорд жасайсыз. Мен қазірше start recording аудионы басайын. Осы жерден біз start recording басамыз. Құрметті достар, бұл видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тексеріп көреміз. Құрметті достар, бұл видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сөйтіп, келесі кезек бізде finish басамыз. Тексеріп көреміз. Geosci білім. Құрметті достар, бұл видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар.